Ал Алматы облысында быйыл жалған кәсіпкерлікке қатысты 10 және экономикалық контрабанда бойынша тағы 10 қылмыстық іс қозғалған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,5 есеге көп. Қаржы полициясы департаментінің мәліметі бойынша алкоголь өнімдерін шығаратын астыртын цех пен жалған валюта жасайтын алаяқтардың әрекеті әшкере болған. Көлеңкелі бизнеспен күрестің нәтижесінде тек быйылға 1-тоқсанда Алматы облысында 500 миллион теңге бюджетке түскен. Ал шағын және орта бизнесті тексеруге жарияланған мораторий кезінде көлеңкелі кәсіпкерлікпен күрес бұрынғыдан да күшеймек. Өйткені мораторийді пайдаланып, астыртын пайда тапқысы келетіндерді көбеюі мүмкін. Бұл кәсіпкерлердің жұмысына кедергі келтірер сөзсіз. Сондықтан осы облыстық қаржы полициясы департаменті мен облыстық ұлттық кәсіпкерлік палатасы өзара түсіністік меморандумына қол қойды. Бұған дейін салық органдары, өздеріңіз білесіздер, қаржылық бақылау органдары, одан кеден басқармаларынан бізге өте көп ақпараттар түсетін. Енді біз сонда фискальный органдардан ақпараттарды біз алмаймыз. Яғни олар бізге жібермейді, оларға қазір тыйым салынды. Енді нақты факт емес, біз ситуационный центр деп айтылып кетті, біз тексеру, камералы тексеру өзіміздегі база арқылы көріп, көзді жеткізіп, жедел ақпараттарды әбден дәлелдеп, прокуратурамен келісімін алғаннан кейін ғана кіреміз.